Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Қыздар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі үй жағдайында жасалатын, үйдегі бар заттардан өте оңай рецептпен бөлісетін боламын. Бұл өте жұмсақ вафлилар сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең алдымен осындай біз ірімшігімізді аламыз, үстінен жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен мына жерде менде қопсытқыш, кішкене тұз және ванильный қантты қолдандым. Соны барлығын саламыз және қант қоссаңыздар да болады. Егер сіз дұрыс тамақтануды ұстанып жүрген жан болсаңыз, онда қантты қоспасаңыз да болады. Және осылай блендердің көмегімен жақсылап біркелкі массаны алғанша езіп аламыз. Мен енді бұл жерде келесі ұнды қолданамын. Егер сіз дұрыс тамақтану рецептімен жүрген болсаңыз, ұнның орнына күріш ұнын немесе крахмалды қолдансаңыз да болады. Сол кезде сізде диеталық тәтті вафлилар шығатын болады. Осылай барлығын жақсылап езіп алғаннан кейін ұнды салып, үстінен тағы да араластырып аламыз. Егер сізде бұндай блендер болмайтын болса, жай ғана күрекшенің немесе венчикпен жақсылап араластырсаңыздар болады. Вафельницамызды қыздырып аламыз. Кішкене қызғаннан кейін 1-2 қасықтай салып, жан-жағына дейін жеткізіп пісіретін боламыз. Екі шеті де қызарып, әдемі болып піскенін күтеміз. Міне қыздар, біздің вафлиларымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта оңай, қолжетімді заттардан жақсы видеоларды шығаратын боламын. Сіздермен бірге болған әдемі. Менің келесі видео рецепттерімде кездескенше аман сау болыңыздар.